Сабаққа дайынбыз ба? Балалар, жалпы алдыменен кішкене кіріспе. Кез келген ұлттың тұлғалы заңдар адамдары болады, бетке тұтар. Ол сол арқылы мақтанышпен әлемге таныла алады. Мысалға айтатын болсақ, ұлы орыс халқында Александр Сергеевич Пушкинмен мақталады. Лев Николаевич Толстоймен мақталады. Ал грузин халқы өзінің Шота Руставелимен мақтанады. Ал өзіміздің ағайын қырғыз халқы кіммен мақтанылады? Шыңғыс Айтматовмен мақтанылады. Ал бізше балалар және Мұхтар Әуезовпен мақтанылған. Ендеше бүгінгі сабағымыз біздің балалар Мұхтар Әуезовтің көксерек әңгімесі туралы болмақ балалар. Біз өткен сабақтарда көксерек әңгімесін толық өтіп, оған толық композициялық құрылымына талдау жасап, бүгін көксерек әңгімесінің жалпы тақырыбы, идеясы бағытында сабақ өтетін боламыз. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы көксерек әңгімесінің идеясы. Сабақтың мақсаты Мұхтар Әуезовтің өмірі және шығармашылығы. Шығармадағы оқиға желісін талдау, идеясын айқындау және сыни көзқарас білдіру. Енді балалар назарды экранға салайық балалар. Мұхтар Әуезовтің қысқаша балалар, біраз нәрсені ұқтыңыздар ма? Иә. Бар ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне, қоғам мүддесі үшін
халық болашағы үшін арнаған Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің өмірі бізге өнегелі болмақ балалар. Осы жерде нені байқадыңыздар балалар? Мен айтқан болар едім, Мұхтар Әуезов өмір бойы ізденумен өткен екен балалар. Қанша оқу орындарын бітіргенін көріпті балалар. Ендеше біз де балалар, жастардың, бүгінгі ұрпақ, өскелең ұрпақтың бір парызы өмір бойы білім алу болмақ балалар. Енді тағы да балалар экранға қараймыз. Көксерек әңгімесінің біз жалпы композициялық құрылымын өткен сабақтарда жіктеп өткен болатынбыз балалар. Жазира, тұрып оқиды үшін. Қарабек қасқырлар мекені, тағылар тірлігі. Тағылар тірлігі. Яғни бірінші бөлімдегі, екінші. Адамдар шабуылы, бөлгіріктер тағдыры, қаталдық. Үшіншісі, бөлтіріктің көксерек атауы, оның адамдардан көрген жәбірі. Төртінші, көксерек және құмаш, сәбидің таза көңілі, мейірімі. Бесінші, көксеректің ауылдан кетуі, ұяластарымен тез табысуы, тағдырдың тағылық істері. Алтыншы, көксеректі жойқын Дүлей күшке айналуы. Отыра ғой. Қазір бірінші тапсырма балалар, әр топқа балалар көксерек әңгімесінің құрылымы сюжеті бойынша 4 сұрақтан беремін балалар. Проблемалық сұрақ. Сол сұраққа жұп болып 5 минуттың ішінде пікір білдіресіздер. Мағына жұптық жұмыс жүргіземіз балалар. Ал балалар, жұп болып іс әрекетке кірісеміз. Қазір мен сіздерге қосымша ақпарат таратамын. Бес сөйлем әдісіменен пікір білдіресіздер балалар. Әр сұраққа. Қазір жұмыс істейміз. Сотта, жұпта. Балалар сұрақтар бөліммен жазылған. Бірінші сұрақтардың мазмұны жалпы сіздерге көксерек әңгімесіне байланысты қойылған. Бірінші топтан, бірінші сұрақтың орын-орындасыздар сұрбасы беріңіздер. Балалар, тыңдап, көңілін назар салып отырамыз, және қосымша қосатын пікірлерін қосуға болады. Мұхтар Әуезов бойынша Мұхтар Әуезов бір суретке тегін қарастырады екен. Ол суретке қасқырдың ұлы қойғаны артында ауыз және бейнеленген. Менің ойымша көксерек әңгімесі осыдан шыққан. Демек, Валентинаның айту бойынша көксерек әңгімесі осылай болған екен. Шынында да фильмде бүкіл әлемге танымалы классикалы әңгіме жазылып шықты. Көксеректің түздегі өмірі, ел ішіне қасқырлар салған әлек. Көксерек ауылдан кеткен соң, ақ қасқыр мен жұптас ауыл арасына әңгіме тарасты. Февраль мен март арасында түйелер желінді. Ауылға шабуыл жасады. Ақыр соңында ауыл адамдарына кек алды. Әңгімесі бойынша түсірілген көксерек фильмі туралы пікір білдіріңіз. Менің ойымша көксерек фильмінде адамдар табиғаттың заңдылығын бұзды. Көрген шығарманың тақырыбы мен идеясы бір-біріне тығыз байланысты. Ол фильмде қасқыр бәрібір қасқырлығын жасады. Адамдардың табиғаттың заңдылығын бұзбау керек еді. Мұхтар Әуезовтың көксерек шығармасы тақырыбы табиғатқа тікелей байланысты. Адамдардың әрекеті қандай болса, ұстағылардың әрекеті сондай болды. Бір шапалақ болды балалар. Бұл сұрақтарға жауап бере отырып, нені түйіндеуге болады балалар. Шындығында да, табиғат біздің ортақ үйіміз балалар. Табиғатқа қамқор мейіріммен қарауымыз керек. Адамдардың іс әрекетінен болып жатқан бұндай келеңсіздіктер балалар бәрібір адамның өзіне зәбір болып келетін бір балалар. Енді балалар, екінші тапсырма балалар, бірінші топ балалар табиғат әлеміне. Сіздер
өз топтарыңыздың атына байланысты жалпы табиғат әлемі туралы көксерек әңгімесіндегі проблемалар оқиға болғанға дейінгі табиғаттың мамыражай бір кейсіз суретте өз топтарыңызда көрсетіледі. Ал кірсеңіз, бұған 10 минут уақыт қалады. Ал екінші топ балалар, сіздер өздеріңіздің ойларыңызды ортаға салып, кез келген әдісті алуға болады, мысалға мысық кестесін, болмаса вен диаграммасын алуға болады. Түз тағыларымен адам әрекетін салыстырмалы түрде талдап жазасыздар. Адам әрекеті және түз тағылар, олардағы ортақ қарама-қайшылық, мейірімділік, зұлымдылық деген сияқты. Ал сіздер сіздердің топ жалпы Мұхтар Әуезовтің бұл әңгімесіндегі негізгі идея түйінде себеп салдары не болды? Осы бағытта түйін жасайсыздар. Сіздер де көмектесіңіздер, ой бөлісіңіздер, стикерлер, барлық мүмкіндікті пайдаланып, мейлінше кең көлемде түсіндіруге тырысыңыздар. Тақырып түсінікті ғой балалар, тақырып бойынша кеңдеу пікір білдіріп отырсыңыздар. Ал бірінші топ дайынсыздар ма? Біріншіде болыңдар. Ал қане, сіздердің аттарыңыз. Бірінші топтың пікіріңізді білдіріп отырмыз. Biz tabiat deyimiz, tabiatımız surетін жемеге мақал мәтелдер өлеңдер жаздық. Табиғаттың құпияттан ойып, көйлетпеде болмалады, күнбейік. Білге сайын оның өжейіміз, жүректегі өзгеріс жалыныр дейіп. Және де ол жайлы мақал мәтелдер жаздық, суаққан жерінен айнымас. Жаңбыр мен жер көріліп, ата мен ел көріліп. Және де біз табиғаттың мамыражай бейнесін салдық. Мамыражай бейнесін салдық. Мұхтар Әуезовтің көксерек әңгімесінің басты идеясы адамның табиғат заңдылығын бұзу ақылға келетінін білдіреді. Сол себепті біз ойда қорқынышпай келе адамдар табиғат заңдылығын бұзуға Яғни адамдар Қарадыдағы Қасқыр апанның үстіндегі ойран жасағанға дейін табиғат керемет, тамылған, мамыражай тыныштық еді. Ал енді екінші топтың бірінші топқа табиғат керемет. Ал екінші топтың қорғайды. Мөлдір мен Балжанға назаршаларыңыз болуы. Мұхтар Әуезовтың көксерек повесінде табиғат адамдардың, табиғаттың және де түз тағыларының өзара байланысын, өзара тыныштық бейбіт тұрып жатқанын, сол табиғаттың бұзылған неге әкелетінін шебер көрсете білген. Біз адамдар әлемі, түз тағылар және адамдардың екеуінің іс-әрекетіне салыстырмалы түрде талдау жасаймыз. Бұл жерде біз вен диаграммасын қолдана отырып талдау жасадық. Бұл жерде түз тағылардың әрекетіне келсек, олар сол кездегі адамдардың жасаған іс-әрекетінен олардың ата-ананың ойлануынан жарық шықпайды. Ал сол кезде олар жалғыз ғана бір бөріні қалдырады, оны ауылға алып кетеді. Сол кезде сол ауылдардың кезден ата-анадан көз жарық шегеді. Себебі қасқырлар олар таза жүретін аңдамалықтан көбінесе өлексе жемейді, тек балшын иттермен ғана қоректенеді. Ауылда да сондай көптеген иттерді ұққан жегеннен құмаштың
қалғанlarында да бөлтірікті өлтірді және де бөлтірікті асырап болды. Ал екеуінің тыстағылар және адамдардың екеуінің іс-әрекетінің салдарынан табиғаттағы үйлесім бұзылды, ауылға тыныштығы келді. Тіпті сол екеуінің салдары Құмаш деген кішкене баланың өліміне дейін алып келді. Қазасына дейін алып келді, иә. Мына суреттерге тоқтала кетсек, бұл жерде адамдардың Қасқыр апаның оянында болғанын көрсеткіміз келді. Және де бөлтірікті алып кеткісі келгенін көрсеткіміз келді. Ал мына екінші суретте кішкене Құмаш бөлтірікті асырап алды. Олар оны өлімге қиғысы келмеді. Тіпті апасының жанынан да шығып кетті, осы көксеректі болып. Тіпті апасының көксеректі асырауына қарсы болғандығына қарамастан ол оны тығып асыраған. Және үшінші суретте біз көксеректің үлкейіп ауыл иттерінен жоқ, үлкей бұл шығарманың ортасы, ал бұл өсі негізі бөлтірік өскен, ал мына өсі бөрібасақ. Бұл шығарманың ортасындағы бөлтіріктің, көксеректің ауыл иттерден талануы. Және бізде осы қасқыр жайлы мақал-мәтелдер және өзіміздің ой толғауларымызды да жаздық. Ол жерде қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан. Бөлтірікті қанша асырасаң да соларға қара қоймайды. Адамгершілік болмай, әділдік болмас. Біз бұл жерде бұл мақалды жазу себебіміз адамдар мен тыстағылардың арасындағы бір-біріне деген байланысты көрсеткіміз келді. Қасқыр адам адамға жан күйдіре қоймай, адамға жан күйдіре қоймай. Заманына қарай заңы, тоғайына қарай аңы. Адамның жүрген жері ағар. Қойшыны таяқ асырайды, қасқырды аяқ асырайды. Біз осылай өз ойымызды білдірдік. Бұның арасында мақал-мәтелдер бар. Мақал-мәтелдер қасқырлар мен адамдардың арасындағы байланысқа бір-біріне қатысты. Біз осы талдауымыздың соңында айтамыз, бұл жердегі адамдар мен тыстағылардың арасындағы әрекетте бұл жерде зардабы тек адамдар немесе тек қана тыстағылар емес, ортақ зардап шегеді. Жалпы тыстағылардың да адамдардың арасында ортақ бір үйлесімділік болу дегенге қалай ойлайсыздар? Бұл қандай баға бересіздер? Жақсы түсіндіріп бере алды ма? Ендеше бір жақсы, өте әдемі түсіндірді. Ал енді үшінші топты. Ал енді жалпы осы адамдардың тыстағылардың бір-біріне деген зұлымдық іс-әрекеттерінің салдары неге әкелді? Енді үшінші топтың пікірі. Ал назар саламыз балалар. Біз бұл жерде шығарманың идеясы туралы баяндадық, суреттедік және бейнеледік. Бұл жерде ең бірінші қасқырдың өз апанында жақсы тыныш өмір сүріп жатқанын, екі аяқтылар келіп, олардың тыныштығын бұзғанын жайлы көрсеттік. Ал бұл жерде Құмаш өзі сол бөлтірікті алып, және де оны баққысы келгені, және де апасының әжесінен оны тығып баққаны, оған жақсы мейірім көрсеткені туралы көрсетті. Ал одан кейін көксерек үлкейіп, қойлар ауылға және қойларға шауа бастағанын суреттедік. Және біз қасқырлар туралы мақал және дерексөздер жаздық. Тыстағылар біздің жеріміздің көркі. Бұл шығарманың ең басты идеясы тыстағылардың адамдардың ең басты үйі бұл біздің табиғатымыз. Табиғаттың заңдылығын біз бұзбауымыз қажет. Көксерек өсе келе ол өскенге дейін ауыл тұрғындарынан көп таяқ жеді. Және де ауылға мүлдем үйренісе алмады, бейімделе алмады. Себебі оны ауыл иттері көп талады, ал әжесінің оқтауынан да көп таяқ жеген. Бірақ оның қыңқ еткен дауысы да шықпады. Ол 6 айдан кейін тістері азуларын көрсетіп, сонымен қатар жүндері үрпиіп, тіпті оған Құмаштың өзі одан қорқатын болды. Және Құмаш одан қорққан кезде қасқырды ешкім бағындыра алмайды. Және Құмаштың нағашысының иті келіп,
ақырында көксеректі мерт етеді. Басында көксерек ауылға тоғайға біраз мәрте кетіп қала беретін болды, жиі кететін болды. Ол көбінесе аққасқырмен бірге басқа нелерге қасқырларға баратын болды. Және де уақыт өте келе ол ауыл түйелеріне дейін шапты. Ауылда тыныштық кетті, қазандары төңкерілді. Ауылдан тыныштық кеткен кезде көксеректі ешкім бағындырамайды, және ол құрмаш тойға шыққан кезінде құрмаш көксерек деп айғайлаған кезінде құрмашты да мерт болды. Және де құрмаштың нағашысының иті Аққасқа, ол көксеректі мерт етеді. Тек соның ғана шамасы жетеді. Біз бұл жерде айтқымыз келгені, түз тағылар мен адамдардың арасындағы байланыс дұрыс болмады. Адамдар ең біріншіден табиғат заңдылығын бұзды. Табиғат заңдылығы бұзылса, адамдарға да түз тағыларға да зияны келді. Қасқыр өте кекшіл аң болғандықтан ол өз отбасына және де ол өте қамқор. Сондықтан ол шығармада да адамдардан өзінің отбасын бұзғандардан кек алуды жоспарлады және сол кекті алды. Жақсы, рахмет. Бүгінгі сабағымызды түйіндегелі балалар, жалпы Мұхтар Әуезовтің классик жазушы қазақ әдебиетінің нар тұлғасы, әңгіме жанрының шебері Мұхтар Әуезовтің көксерек әңгімесінің тақырыбы табиғаттың өз заңы бар балалар. Ол жазылмаған, бірақ ол орындалу керек. Өзіндік ерекшеліктері бар. Оны адамдар жан жүрегімен түсіне білуі керек, және сақтай білуі керек балалар. Ал шығарманың идеясы балалар, күллі тіршілік атауының құт қоныс мекені алтын ұясы тал бесік табиғатта аялау. Табиғат біздің ортақ үйіміз. Халқымызда жақсы бір нақыл сөз бар балалар. Bir tal kessең, 10 tal етіп балалар. Ендеше біз де туған жер табиғатын түлетуге үлес қосуымыз керек балалар. Ұшқан құс, жүгірген аңға дейін керек болатын болса, құмырсқаның илеуіне де зәбір көрсетуге біздің құқығымыз жоқ балалар. Естеріңізде ме, өткенде мен бір әңгіме айтып беріп едім, құмырсқаның илеуі туралы. Құмырсқаның илеуіне де торғай да балапанын қорғайды. Оның балапандарына да бәйтеректің бір тал жапырағы қалса, ол өзі түсу керек. Оны біз қолдан үзбеуіміз керек балалар. Ол өз заңдылығы бойынша күз келгенде сарғайып, өзінің мақсатына жетіп, деңгейіне жетіп түсу керек. Ал қолдан жұмсаң, ол зәбір болады. Ал шығармадағы тартыс бұл зұлымдық пен мейірімділік, адамдардың қатыгездігі. Біз осыдан сақ болуымыз керек. Ендеше табиғатты аялап, тал бесік табиғатты төлетуге бір кісідей біз атсалысуымыз керек. Ертеңгі ұрпақ болашақ. Ендеше балалар, алдарыңыздағы стикерге бүгінгі сабағымыз туралы бір сөйлем әдісімен, бір сөйлем өз пікірлеріңізді жазып, мынау кері байланыс тақтасына жөнелтіңіз. Bir söylem ballar. Bu sabahımızı ben zаңдар жазушы Мұхтар Әуезовтің керемет бір ұлағат сөзімен аяқтағым келіп отыр. Әдебиет өмірдің айнасы. Әдебиетті біз оқып отырып, әдебиетке көңіл қойып отырып, біз өмірді танимыз.
Біз ертең өмір атты үлкен базарға бара жатырмыз балалар. Сол өмірден біз талай дүниені алуымыз керек. Сол өмірде адаспауымыз керек. Сондықтан да әдебиет арқылы сол баратын өмір базарымызды танимыз. Кейіпкерлер арқылы жақсылықты үйренеміз, жамандықтан жиренеміз. Ендеше көркем әдебиет біздің өміріміздің бір құрылысына айналуы керек. Бүгінгі сабағымыздың қорытынды түйінді афоризмі балалар. Мен үнемі дәстүрлі айтып жүремін. Әдебиетпен дос болғанның өмірі дос болмайды. Ендеше сау саламатта болыңыздар. Рахмет.